Балалар, бүгінгі біздің өтетін сабағымыз зат есім. Оқу мақсаттары мұғалімнің көмегімен ұқсас тақырыпта берілген мәтін түрлерін, стилін, жанрын салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу. Сендер суретшісіңдер әдісі. Балалар, көздеріңді жұмыңдар. Көздеріңнің алдарына елестетіңдер. Әр мезгілдің өзіне тән ерекшелігі бар. Қыс мезгілі өзінің аппақ қарымен, сықырлаған аязымен, көк айдың мұзымен ерекше. Қыстың таңғы салқын ауасы керемет күйге бөлейді. Қарға күн сәулесі түсіп, көз тоймайтындай жарқырайды. Дала тып-тыныш, айнала аппақ қар, ақ ұлпа қар жамылып, ағаштар, үйлер, таулардағы қыс көріністер көздің жауын алады. Қыс мезгілінің тағы бір ерекше көрінісі қысқы ойындар. Қысқы ойындар өте қызықты. Сондықтан балалар қыс мезгілін асыға күтеді. Бірі шанамен сырғанап, бірі аққала жасап, бірі қар атысып ойнаған балалардың көңілді жүздерінен дауыстары ерекше көңіл күй сыйлайды. Балалар, көз алдарыңа қандай суреттер елестетті? Көздеріңді ашыңдар. Көз алдарыңа қандай суреттер елестеді? Қыс айының, сіздердің шанамен ойнағандарың, аққала жасап ойнағандарың елестетті. Балалар, қар сөзі қандай сұраққа жауап береді? Не. Жарайсыңдар. Ойын сөзі қандай сұраққа жауап береді? Не. Шана. Не. Балалар. Кім деген, жарайсыңдар балалар. Олай болса, бұл қай сөз табы? Зат есім, Зат есім дегеніміз не балалар? Кім айтады? Зат есім дегеніміз не? Айта қойшы, зат есім дегеніміз не? Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Жарайсың, тамаша. Зат есім қандай сұрақтарға жауап береді? Нұрғалым, айта қойшы. Кімдер нелер? Тамаша, жарайсыңдар балалар. Өнер дегенде көз алдарыңа не елестейді? Әнші, би, биші, күйші, мүсінші, суретші. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Енді осыларға сұрақ қойыңызшы. Олай болса балалар, зат есім, жалпы есім және жалғыз есім болып екіге бөлінеді екен. Балалар, мәтіндерді оқып, өзара салыстырайық. Балалар, бірінші мәтінге назар аударайықшы. Құмға салған сурет. Әке шешеден ерте айырылған бала тіршіліктің тауқыметін көп тартты. Қой соңында күндері өтті. Жұрттың баласы қартанып сабақ оқығанда, мұның қолынан бар келгені күйемен. Тас бетіне немесе сұқ саусағымен құмға сурет салу. Болмаса қашау. Пышағын ала жүріп, тас пен ағаштан мүсін жасау. Бала
Әкең Қасти марқұм үндемей қой соңынан ергенді ғана білетін момын кісі еді. Мынауың біз білмеген өнер екен деді. Бір күні Әбілханның ағаштан жасаған мүсіндерін көргенде Түргенбай етін қарт ұста. Жетім бала өзі машықтанып жүрген ісіне тұңғыш рет қолдан естіді. Өнерді өрге бастыру үшін өмірді тану керек. Білімсіз адамның өрісі тар, құлашы қысқа. Сурет құлашы қысқа. Сурет салуға талабым бар екен, оқуым керек шығар. Балам деген еді бірден. Осы сөз оның құлағына жақты. Енді балалар екінші өлеңге назар аударайық. Суретші ата, шалгөденің күнай, елге тартқан сыйындай, ақындардың алыбы, мынау Біржан Сүйінбай. Мынау сурет жасынан көзіме оттай басылған. Аман келді атамыз, алмас қылыш асынған. Күткен дихан ақ самай, мынау әсем бақшанай. Көз тартады кең жайлау, алаулайды қапшағай. Мынау тауды қапшаған, батыр кенші жас адам, өнерлі ата Әбілхан мұның бәрін жасаған. Балалар, енді осы өлең балалар, енді екі мәтінді салыстырып көрейікші, ұқсастығы мен айырмашылығы. Бірінші мәтін, ұқсастығын бірінші айтайықшы. Мәтіндер суретші туралы, айырмашылығы біріншісі мәтін әңгіме, екіншісі өлең екен. Енді шығарманың атауы, бірінші шығарманың атауы құмға салынған сурет. Жанры әңгіме. Кім туралы айтылған бұл жерде? Әбілхан Түргенбай туралы айтылған екен. Екінші өлеңде суретші ата, өлең екен оның жанры. Бұл жерде Сүйінбай мен Амангелді туралы айтылған екен. Енді осының ішінен жалпы есімдерді атайықшы. Гүл, ел, ақын, сурет. Жалғыз аты есім. Біржан, Сүйінбай, Қапшағай, Әбілхан екен.